Бүгін қос теңсіздікпен танысасың. Мына жағдайды қарастыр. Қауынды өлшегенде оның массасы 2 килограммдық ерден ауыр, бірақ 5 килограммдық ерден жеңіл екені анықталды. Бұл қауынның массасы 2 килограмм мен 5 килограмм аралығы екенін білдіреді. X 2-ден артық және X 5-тен кем екі теңсіздіктің орнына бір қос теңсіздікті жазуға болады. X 2-ден артық және 5-тен кем теңсіздігінің шешімі 2 мен 5 санының арасында орналасқан сандар. Бұл 3, 4 сандары. Шешімдер жиынын жақша ішінде көрсетеді. Теңсіздіктің шешімін сан сәулесінде көрсетуге болады. Ол үшін сәуледен 2 және 5 сандарын ашық нүктелермен белгіле. Демек, бұл нүктелер теңсіздік шешімдерінің жиынына кірмейді дегенді білдіреді. 3 және 4 сандарын боялған нүктелермен белгіле. Демек, бұл сандар теңсіздіктің шешімдер жиынына кіреді. Жақшаны қолданып осы жиынды көрсет. X 2-ден артық және 5-тен кем теңсіздігінің шешімі 3 және 4 сандары. Сан сәулесінде олар 2 мен 5 санының арасында орналасқан.